Ертеде әріптер елінде А деген әріп болыпты. А әріпі дауысты дыбыс екен. Ол сөздің барлық бөлігінде кездеседі. Соны айту үшін орманға А әріпі жолға шығады. Жолда ол балаларды кездестіреді. Сәлем, достар, мен А әріпімін. Мен дауысты дыбыспын. Мен сөздің басында, ортасында, соңында кездесемін деген екен. Балалар таң қалып А дыбысын тыңдап тұрыпты. Мысалы айтып берейін ба? Ата, ана, алма, аға, нан, ара деген сөздер сендердің әліппе оқулықтарында берілген сөздер. Осындай сөздердің ортасында да, соңында да, басында да мен кездесемін деген. Балалар А дыбысымен танысқанына қуанып, мәз боп, енді ылғи барлық сөздердің ішінен А дыбысын іздейтін болыпты. Осымен ертегі аяқталды. А дыбысы қандай дыбыс? Естерінен шығармаңдар балалар.